Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге жасалуы өте оңай, құрамы қарапайым, аз ғана зат кететін осындай дәмді үгітілмелі шахмат печеньесінің рецептісімен бөлісемін. Бір жасағаннан шығады, жасап көріңіздер. Ыдысымызға 450 грамм ұнымызды салып, мұздатқыштан алынған 200 грамм сары майымызды үккіштен өткіземіз. Сары май мен ұнымызды осылай қолымыздың көмегімен араластырып, песочка жасаймыз. Үстіне 180 грамм қантымызды және де 2 жұмыртқамызды қосып, бір шай қасық қопсызғыш қосып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз толығымен біріккеннен кейін, қамырымызды илеп алғаннан кейін, екі бөлікке бөлеміз қамырымызды. Өте жұмсақ қамыр шығады, және де бір бөлігін алып қоямыз да, бір бөлігіне 3 ас қасық какао қосып, қамырымызды қайтадан какао мен қамыр толығымен біріккенше илейміз. Бізде қамырымыз дайын болды. Осындай кішкене қатылау қамыр шығады. Сыртын орап, холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Қамырымызды жарты сағаттан кейін алып, қолымыздың көмегімен осылай дөңгелекшелейміз. Және де осы дөңгелекшелерді 3 ақ, 3 қара бөлігін алып, осылай гүл сияқты етіп тізіп шығамыз. Жиектерін тегістеп жіберіп, табамызға орналастырамыз. Табамызды аз ғана майлап аламыз, немесе астына арнайы қағазын төсесеңіздер болады. Дайын болды. 180 градуста 25-30 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер, каналға жазылыңыздар.